әңгіме қылатын да мәселе емес, даже былайша айтқанда да. Енді бізде аудан бойынша осы азаматтардың шағымы ретінде ауылдардағы жол белгілері, жаяу жүргінші жолы, жолағын сызу, жол кедергісін орнату бойынша өздерінің шағым білдіріп отыр. Тұрғындардікі жалпы азаматтардың қауіпсіздігі үшін дұрыс шағым білдірген, ұсыныс білдіргені. Енді қай жолға, мысалы облыстық маңыздағы жолдар бар, аудандық маңыздағы жолдар бар, барлық жолдарға өзі арнайы жол жүру ережесінде көрсетілген. Қандай арақашықтыққа аялдама қойылады, қандай арақашықтыққа жаңағы жол кедергісі қойылады, немесе жаңағы жаяу жүргінші жол сызығы сызылады. Соған сәйкес біз барлық жерге жол сызықтарын сыздық, тиісті жол белгілерін орнаттық. Енді осы азаматтардың шағымдарына сәйкес, ұсыныстарына сәйкес біз ары қарай жұмыстанамыз. Оны орнатамыз, орнататын тиісті жол белгілерін орнататын, жол сызықтарын сызатын мекемелер бар, арнайы мердігер мекеме, жауапты келісімшартқа сәйкес. Сол бағытта біз жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңда аудандық маңыздағы жолды аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жүргізеді. Ауылдың ішіндегі жол белгілерін, басқа да жұмыстарды ауылдардың өзіне қаржысын қойғанбыз. Қазіргі таңда енді мен анализ жүргіземін, зерделейміз. Қай жерде қалай жасау керек. Тұрғындар мысалы мына жерге жаяу жүргінші немесе жаңағы жол кедергісін орнат дей ма, біз барып орната салмаймыз. Арнайы ішкі істер бөлімінің өзінің ережесі бар. Соған сәйкес согласовать етеміз, келісеміз. Мына жерге бола ма, болмай ма. Иә, осы жол жүру ережесіне, заң норматив актілеріне сәйкес болады десе, біз міндетті түрде орнатамыз. Оған ешқандай кедергі жоқ. Ол енді қондырғаннан кейін қисайып кетуі мүмкін, бұралып кетуі мүмкін. Технический нелер ғой енді бір. Сондықтан оның бәрін біз реттеп жолға қоямыз. Жалпы Мұнайлы ауданында бүгінгі таңда 183 мың халық тұрады. Ауданның жылдан жылға экономикалық дамуы жақсы. Енді біз кеше ғана құрылған ауданбыз 2007-де. Жалпы аудан бойынша 734 шақырым жол бар. Оның 580 шақырымы ауылшық жолдар. Сол ауылшық жолдардың осыдан 10 жыл бұрын тек қана бір 12%-ында жол болған. Қазіргі таңда 67%-ына асфальт салынған. Бұл да кезең-кезеңмен шешілетін мәселе. Енді бірден бәрі мәселені шешіп тастау мүмкін емес. Себебі біздің ауданның өзінің кірісі бар, шығысы бар. Соған сәйкес біз өзіміз жоспар жасаймыз. Осы жылға Дәулет ауылын 1 шақырым асфальт төсеуге. Себебі біздің кірісіміз соған сәйкес шешіледі. Арғы жылы, келесі жылы Атамекен ауылына мысалы жүргізілу. Осыған дейін мысалы Атамекен ауылында 101 шақырым жол болса, осы күнге дейін 9 шақырымдаған асфальт төселген. Осы жыл мысалы онда қаражат бөлініп, қазіргі таңда Арай Қаламқас тұрғын массивтеріне асфальт төселіп жатыр. Баянды деген ауылымыз бар. Ол ауыл 100% асфальт жолмен қамтылды мысалы. Одан кейін Басқұдық деген ауыл бар, қалаға іргелес. Ол жерде мысалы 96 шақырым жол бар ауылшылық. Ол жолдарға да бір 11%-ында ғана жол бар. Біз осы жылы 8 шақырым жол төселеді. Жалпы Мұнайлы ауданы бойынша 7 ауылдық округке осы жылы 53 шақырым асфальт жол төселеді, орташа жөндеумен. Жаңағы Басқұдық ауылында бізде кішкене жол, қара жол, асфальт өте аз, 11 шақырым. Соған біз 59 шақырымға жобалық сметалық құжаттама жасақтап жатырмыз. Бұл негізі мына жұмыстардың ішінде, жобалық сметалық жасаудың ішінде асфальт жол салу қымбаттау болады қаржы. Сондықтан біз кезең-кезеңмен шешуге оны қойғанбыз жолға.